Өзін-өзі мумиялау. Неге буддист монахтары өз еркімен баяу өлімге өздерін құрбан етеді? Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеоларды тамашалай аласыздар. Ежелгі Египетті зерттеу басталғаннан бері адамдар мен жануарларды мумиялау дәстүріне деген қызығушылық тұрақты түрде жоғары болып қалды. Сонымен қатар, егер Мысырда олар өлі адамдарды мумиялаған болса, шығыста монастырлардың тұрғындары тірі кезінде өз бетінше мумияланады. Бірнеше жыл бұрын Будданың ағаш мүсінінен монахтың мумиясы табылып көп шуды тудырды. Монахтың тірідей мумияланып қана қоймай, өзінің ерекше саркофагында 9 ғасырдан астам уақыт болған белгілі болғанда зерттеушілер таң қалды. Бұл жаңалық Будда мүсіні қалпына келтірілмес бұрын компьютерлік томографиядан өткен кезде жасалды. Кенеттен мүсіннің қабығының астындағы монитор экранында қолында белгісіз жазуы бар адамның қалдықтары табылды. Жан-жақты зерттегеннен кейін оның көзі тірісінде монахтың есімі Лю Цюань екені белгілі болды. Буддистік аңыз бойынша ол ағартушылыққа қол жеткізіп, біздің заманымыздың 1100 жылдары көтерілді. Монах ұзақ медитация кезінде лотос күйінде отырып қайтыс болды. Сонымен қатар Лю Цюаньның өзін мумияға айналдырғанын анықтау мүмкін болды. Мұны істеу үшін ол бірнеше жыл бойы тек шайыр мен қарағай тікендерін жеді. Оның денесінің мұндай тағамға қалай әрекет еткенін елестету қиын. Бірақ бұл факт жазбаша дереккөздермен расталады. Өлгеннен кейінгі рухани ерлігі үшін монах Будда мүсініне бағыну құрметіне ие болды. Оқиға қорқынышты, бірақ одан да қорқыныштысы Жапонияда, тіпті қазіргі уақытта Ямагата префектурасында заңмен тыйым салынғанына қарамастан мумиялау жүргізілетін ғибадатханалар бар. Жапон монахтары өмір бойы мумияға айналу үшін қандай әдістерді қолданатыны қызық. Себебі мысырлықтар мумияға айналу үшін өлген адамның ішек қарындарын шығарған. Мұның бәрі арнайы диетаға байланысты екені белгілі болды. Бұл дәстүрді 1000 жылдан астам уақыт бұрын белгілі бір діни қызметкер Кукай бастаған. Дегенмен оның техникасы күні бүгінге дейін тірі. Айта кету керек, өзін-өзі мумиялау жолы 10 жылдан астам уақытты алады және физикалық, психикалық тұрғыдан өте қиын. Алғашында шамамен 1000 күн, шамамен 3 жыл монах жаңғақтарды және бірқатар өсімдіктердің тұқымдарын жейді. Тамақты бұлақ суымен жуады. Диетадан бөлек көп сыйынып дұға оқып, ауыр дене жаттығулармен айналысады. Бұл қиын, бірақ одан өтуге болады. Бірінші кезеңнен сүрінбей өткендер екінші кезеңге өтеді. Келесі 3 жылда монахтар тек ағаш қабығы мен емдік тамырларды жейді. Тамақтарын уруши ағашының улы шырынынан шаймен жуады. Уруши шырынынан әдетте ағаш беттерін жабу үшін лактар жасалады. Куәгерлердің айтуынша, монахтар бастапқыда құсады, бірақ кейін үйреніп кетеді. Бірақ осы сәттен бастап олардың денесі өлі етпен қоректенетін жәндіктер мен паразиттер үшін жеуге жарамсыз болады. Өзін-өзі мумиялаудың екінші кезеңінен бірнеше адам ғана аман қалады. Үшінші кезеңде әлі тірі монахтарды лотос күйінде криптерде қоршайды. Монах енді тас торбада қозғала алмайды, одан шыға алмайды. Ол сыртқы әлеммен тыныс алу түтігі мен жіптегі қоңырау арқылы ғана байланысады. Монах оған әлі тірі екенін хабарлау үшін күнделікті қоңырау соғу керек. Қоңырау тоқтай салысымен 3 жылдан кейін оның шірімейтін жәдігерлерді алып тастау үшін крипта ашылады. Бұл рәсімнің қорқыныштылығына қарамастан, оны жүздеген монахтар өткізген кез болды. Ең қызығы, Еуропада арнайы бальзамдалмаған адам мумиялары бар. Рас, бұл Мысырдағыдай өз еркімен азаптаған монахтар және мумияланған билеушілер емес. Данияда, Германияда, Нидерландыда, Ұлыбританияда, Ирландияда және Швецияда христианға дейінгі дәуірде жер құдайы Нертаға құрбандық шалудың қорқынышты рәсімі болған. Жәбірленушіні қасиетті орманға апарып, өсімдік тағамдарымен тамақтандырады, содан кейін батпаққа түсіру арқылы өлтіреді. Батпақтың ерекше микрофлорасының арқасында қаза тапқандардың денелері мумияланған. Бүгінде Еуропаның батпақтарынан ғалымдар 2,5 мың жылға дейінгі мумияларды тауып жатыр. Бірақ олар кеше ғана өлген сияқты болып денелері сақталған. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтер тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.